мен мұсылманмын деп тұрып бір-бірімізге деген арамызда не болса, кек, ыза, бір көре алмаушылық, неше түрлі мұсылманға тән емес қасиеттері болса, ол не екен? Ол әрине әлі оның иманы кәміл емес. Әлі ол адамның жүрегінде дерттері бар, жүректің дерттері бар деген сөз екен, құрметті жамағат. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Шын мұсылманның келбеті қандай болу керектігін білгіңіз келсе, осы бейнероликті соңына дейін қараңыз. Біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз, жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала саййидина Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі тақырыбымызда осы мұсылманның келбеті, мұсылманның мінез құлқы қасиетіне арналып отыр. Яғни мұсылманның келбеті қандай болу керек деген тақырып бүгінгі жұма уағызының тақырыбы. Құранда әрине Алла Тағала мұсылманның қандай болу керек екендігін біздерге ашық етіп баяндап кеткен. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам оны өзінің өмірімен, тұрмыс тіршілігімен күнделікті мұсылман қандай болу керек барлығына ардақты пайғамбарымыз үлгі көрсетіп кетті. Қасиетті Құранның Мүъминун сүресінде Алла Тағала біздерге осы қандай мұсылманды Алла Тағала жақсы көреді, соны былай деп баяндап кеткен екен. Астағфирулла. Қад афлахал муъминун. Қад афлахал муъминун. Яғни мұсылмандар табысқа жетті, құтылды, Алла Тағаланың азабынан құтылып Алланың разылығына бөленді дейді. Қандай мұсылмандар? Әллазина хум фи салатихим хашиун. Намаздарында ықыласпен, хушумен, намаздарын ықыласпен, хушумен тұрып оқитын адамдар. Яғни мұсылмандардың ішінде барлығын айтып жатқан жоқ. Бәріміз намаз оқысақ та, намазды ықыласымен, шын Алланың құзырында тұрғанымызды сезініп оқитын болсақ, бұл әрине Алла Тағаланың ұнататын, разы болатын мүъминдердің қатарында екен. Келесі уәллазина хум анил лағви муғридун. Бос сөз, ғайбат, бос әңгімелер, әртүрлі бос нәрселерден аулақ болатын мұсылмандар құтылды деп отыр Алла Тағала. Яғни өзімізге қажет жоқ нәрселерден, немесе өсек аяң, ғайбат, біреудің сыртынан жамандау, біреудің көңіліне тиетін сөз айту, яғни бос нәрселерден барлығынан аулақ болатындар дейді. Валлазина хум лиззакати фаилун. Яғни мұсылманның, білесіздер, 5 парыздың бірі ол жағдай бар адамдарға зекетін беру. Сол мұсылмандардың ішінде зекетін беретіндер міне Алла Тағаланың разылығына бөленетін Алланың ерекше құлдарының қатарында екен. Валлазина хум ли фуруджихим хафизун. Білесіздер, маңызды нәрселердің бірі ол адамның ары, намысы, яғни өзінің бүкіл жаманшылықтан, зинадан өзін қорғап жүру өте маңызды. Алла Тағала оны айтып жатыр. Олар не істейді дейді? Ұятты жерлерін, яғни жаманшылықтан сақтап жүреді. Жаман нәрседен, арсыздықтан әр уақытта не істейді? Алыс болатын мұсылмандар деп жатыр. Келесі уәллазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун. Сондай-ақ мұсылмандардың ішінде аманатқа қиянат жасамайтын, біреуге уәде берген болса уәдесінде тұратын мұсылмандар деп жатыр. Яғни Алла Тағала біздерге осы Мүъминун сүресінде мұсылман қандай болу керек деген кезде осылай жауап беріп отыр. Мысалы, тек қана намаз оқып жүргенде әшейін оқи салу емес, Алланың разылығы үшін, Алла Тағаланың құзырына шығып тұрғандығымызды, намаз деген мұсылманның миғражы екендігін түсініп, ұғынып, Алланың құзырында тұрған сезініп намаз оқитындар, солар міне құтылды деп Алла Тағала ерекше мақтап отыр. Зекетін бергендерді, бос нәрселерден аулақ болғанды, өсек аяң жаңа айтып кеткендей, өзіне қатысты емес нәрселерден, ұятты жерлерін сақтап, ар намысын сақтап жүрген, ол ер адам болсын мүъминдерден, ол әйел кісі болсын, барлығына жаңа арсыздықтан алыс болғандар, сондай-ақ аманатқа қиянат жасамай,
бір адамға сөз бердік па, сол сөзімізде, уәдемізде тұратын болсақ, бұл әрине Алла Тағаланың ерекше жақсы көретін мұсылмандар екен. Яғни біздің бойымызда болуы керек қасиеттер осылар екен, құрметті жамағат. Енді әрине ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам да өзінің хадисінде шынайы мұсылманның кім екендігін былай деп жеткізіп кетеді. Әл-муслиму мән салим әл-муслимуна мин лисанихи ва ядихи дейді. Шынайы мұсылман дегеніміз кім? Мына тілімен де, іс әрекеттерімен де басқа адамдарға зиян келтірмейтін адам дейді. Яғни тілімен жаңа біреуді ғайбаттамайтын, біреудің көңіліне тиетін сөз айтпайтын, немесе қолымен, іс әрекеттерімен де ешкімге зияны келтірмейтін адамды пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам нағыз шынайы мұсылман деп сипаттап отыр. Әрине мұсылманның келбеті деген кезде білесіздер, қазіргі таңда мұсылмандар бұдан бұрынғыдан да өзімізге мұқият болуымыз керек. Қазір мынау әлеуметтік желі шықты, білесіздер, интернет дейміз. Бір мұсылман адам бір болмашы аяғы сүрініп кетсе, соны алып, мұсылмандар осындай, тіпті ол мұсылман осындай деп айтса жарайды ғой, мұсылманның қателігі деп түсінсе. Ол мұсылманшылық, ислам осындай, дін осындай деп дінге күйе жағып жатыр, білесіздер. Сондықтан біз мұсылмандар бұрынғыдан да өзіміздің мұсылманшылық көркем қасиеттерімізді ұстанып, жаманшылықтан, бір қателіктен абай болуымыз керек. Өйткені білесіздер, дін дұшпандары қазіргі таңда Құдайды жоққа шығаратын, исламды жоққа шығаратын, тіпті қолдан келсе барлығына жаңағы айтқандай көзін жойып құртып жіберуге дайын тұратын сондай бір арам ниетті адамдар пайда болды қазір. Олар жаңағы не істейді? Дін ұстанып жүрген адамдарды араб құлдар дейді, басқа дейді. Сондықтан мұсылман адам барынша қателік жібермеуге әрекет жасау керек. Әрине қателік жіберіп қойсақ та, оны басқа адамдардың көріп, жайып жібермеуіне әрекет жасауымыз керек, құрметті жамағат. Білесіздер, ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сахабаларын тәрбиелеп кетті. Ол сахабалары одан кейінгі ұрпақтарды, табииндерді тәрбиелеп кетті. Күнімізге дейін осылай ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, пайғамбарымыздың көркем мінезі жалғасып келе жатыр, білесіздер. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мен жер бетінде көркем мінезді кемеліне келтіру үшін жіберілдім деп айтып кетті. Яғни ислам дінінің, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның негізгі мақсаты ол адам баласын тәрбиелеу, адам баласының араларындағы қарым-қатынасты реттеу, отбасындағы қарым-қатынастарды. Яғни адам баласы өзінің қоғамда қалай ұстап жүру керек, оның ішінде мұсылман адам өзінің қоғамда қалай ұстау керек, әке ретінде қалай ұстау керек, мемлекет басшысы болса ол да өзінің жауапкершілігін сезіну керек деген сияқты барлығын өтір нүктесіне дейін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам не істеді? Біздерге көрсетіп беріп кетті. Құранда Алла Тағала пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламды мақтап, аятта былай деген екен, астағфирулла, ва иннака ла'ала хулухин азим. Сен өте ұлы көркем мінезге иесің дейді пайғамбарымызға. Яғни біздерге айтып жатыр, мына пайғамбарда сондай бір өте көркем үлгі өнеге бар. Сендер одан не істеңдер дейді, үлгі алыңдар, өнеге алыңдар. Ол пайғамбарымыздың әрбір іс әрекеті біздерге үлгі, құрметті жамағат. Білесіздер, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өте көркем мінезді, жұмсақ, биязы, еш уақытта жалған сөйлемейтін, әр уақытта не істейтін? Адамдардың көңілін қалдырмауға әрекет жасайтын. Қателесіп, күнә істеп жатса да, пайғамбарымызға зұлымдық жасап жатса да, Алла Тағала бұлар білмей жасап жатыр деп, сондай бір кішіпейіл, жұмсақ мінезді болды, білесіздер. Тіпті Алла Тағаланың өзі пайғамбарымызды мақтап айтады. Сен мына өзіңнің қауымыңа жұмсақ, сондай бір көркем мәміледе болмасаң, барлығы не істейтін еді дейді? Ыдырап, маңайында ешкім қалмайтын еді, барлығы кетіп қалатын еді деп пайғамбарымыздың жұмсақтығын, сол жұмсақтықтың нәтижесінде олардың дінге, исламға келгендігін Алла Тағала тілге тиек етіп айтып кетеді. Тіпті Алла Тағала пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға, білесіздер,
кешірім жолын ұстан дейді. Кешірім жолын ұстан. Яғни пайғамбарымызға айтылған бір әмір, ол барлық үмметіне айтылған. Кешірім жолын ұстан, ғұрф, яғни жақсылықты оларға несе дейді, насихатта дейді. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде тағы да айтады, көркем мінез туыстық қарым-қатынастарды үзгендермен арадағы араласуды арттыруың, саған жамандық жасағандарға жақсылық жасап, қиянат жасағандарды кешіруің. Яғни көркем мінез деген не ол? Ол тек қана жаңағы күлімсіреп жүру не емес екен? Туысқандық қарым-қатынастарды естеу, берік қылу, жарастыру. Саған біреу ауыр сөз айтып, саған жаңа айтқандай ренжітіп жатса да, оны кешіруге әрекет жасауың. Әр уақытта жақсылықты жасап жүру, ол не екен? Көркем мінез. Тіпті ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан сахабалар сұрайды, дін дегеніміз не? Яғни діннің негізі, дін дегенде біз нені есімізге аламыз дегенде, дін дегеніміз ол көркем мінез деп жауап берген екен ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Сондықтан құрметті жамағат, мынау діннің сыртқы бейнесі ол біздің көркем мінезімізден, іс әрекетімізден көрініп тұрады. Яғни ислам діні білесіздер, таза дін дейміз. Ол бейбітшілікті насихаттайды. Адамдарға тек қана жақсылықты әмір етіп, жаманшылықтан қайтарады дейміз. Соның барлығы біздердің бойымыздан көрініс табу керек екен, құрметті жамағат. Білесіздер, бұл мұсылмандардың арасында неше түрлі ғалымдар келіп кетті, неше түрлі Алла Тағаланың достары, әулие кісілер келіп кетті. Соның ішінде Хазіреті Мәулана деген, білесіздер, өте ғалым әулие кісі өмірден өткен. Сол кісі айтады, біліп қойыңыздар дейді, әдеп адам тәніндегі рух. Яғни әдеп, көркем мінезділік адамның мынау тәніндегі рух сияқты. Яғни рух, білесіздер, адамның рухы еш уақытта ол жаманшылықты қаламайды. Оны қалайтын, жаманшылыққа не істейтін ол біздің нәпсіміз, тәніміз. Әдеп әулиенің көзі мен көңілінің нұры. Егер шайтанның көзін жойғың келсе, көзіңді ашып қара. Шайтанды құртатын ол әдеп деген екен. Адам баласында әдеп болмаса, ол шындығында адамдық болмысын жоғалтады. Әдеп адам мен хайуанның арасындағы айырмашылығы дейді. Яғни білесіздер, бізде тірі жаратылыспыз, жан жануар хайуандарда тірі жаратылыс. Біздерде не істейміз? Қоректенеміз, көбейеміз. Біздің айырмашылығымыз не дейді? Адам мен хайуанның арасындағы бұл әдебіне байланысты. Адам ол ақылды, саналы жаратылыс. Ол әрбір ісінен оның нені әдепті көруіміз керек екен. Көркем мінезділікті көрсек, сонда ғана ол оның адамдық қасиеті бар деп есептейді екенбіз. Әрине, мұсылман адамның бойынан табылу керек тағы да бір қасиет не ол? Әділдік қасиеті. Құранда Алла Тағала білесіздер, Алла еш күмәнсіз бірінші әділдікті бұйырады. Одан кейін жақсылық жасауды, одан кейін жақындарға қарайласуды, және де жаманшылықтан, арсыздықтан қайтарады деп Нахл сүресінде 90 аятында бұйырғандай, осы аятта ең бірінші әділдікті қойып отыр Алла Тағала. Аяттың бірінші болып әділдікті. Ол әділдік дегеніміз не? Әр уақытта ол Аллаға қарсы, мұсылмандарға қарсы, отбасында болсын, әр жерде нені? Тепе-теңдікті ұстау, әркімге өзінің ақысын беру, ешкімді кемсітпеу, өзіңді жоғары қоймау, тәкаппарлыққа бармау, бұның барлығы не екен? Әділдік қасиет болып есептеледі екен, құрметті жамағат. Шура сүресінде, Құран кәрімде білесіздер, Алла Тағала пайғамбарымыздың жаңа айтқандай, пайғамбарымызды былай деп әмір еткен екен. Уақул әмінту бима әнзелаллах. Былай деп айт дейді. Алла Тағаланың түсіргендерінің бәріне иман келтірдім деп айт дейді. Мин китабин ва умирту ли а'дила байнакум. Және де сендердің араларыңда әділдікпен үкім етуге әмір етілдім деп айт дейді. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ол адамдардың ішіндегі
ең әділі, мұсылмандардың ішіндегі ең әділі болатын. Еш уақытта әділетсіздікке жол бермейтін құрметті жамағат. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам білесіздер, осы өмір бойы, өмірден өткенге дейін сол әділ қалпынан еш уақытта тайған емес. Оны пайғамбарымыз сахабаларына үйретіп кетті. Білесіздер, 4 халифаны біз не дейміз? Хулафа-и рашидин, әділетті халифалар деп атаймыз. Әрине, одан кейін де әділдікті ұстанған халифалар болды, бірақ сол халифалардың ішіндегі 4 халифа, Хазіреті Әбу Бәкір радиаллаху анху, Хазіреті Омар, Хазіреті Осман, Хазіреті Али, білесіздер. Сондай-ақ Омар ибн Абдул Азиз деген 5-ші ғалымдарымыз қосады. Ерекше халифалардың ішінде әділдікті ұстанып кетті. Сол пайғамбарымыздың тәрбиесін іс жүзінде дәлелдеп кетті, білесіздер. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, білесіздер, пайғамбарлық қызмет, міндеті жүктелмей тұрғанда ол Мұхаммадул Амин, яғни не еді? Сенімді Мұхаммед деген лақап атқа ие болады. Тіпті мынандай бір оқиға болады, баршаңыз білесіздер. Мынау Қағба бірнеше рет бұзылып, су басып, сел ағып, қайтадан қалпына келтірілді. Сол кезде Қағбаны омыраға, қажылыққа барған кісілер біледі. Мынау Хаджарул Асуад, тауафты бастайтын бұрыш, білесіздер, қасиетті жұмақтан түскен қара тас. Соны қайтадан Қағбаны тұрғызып орнына қоятын кезде бірнеше тайпалар бар, бірнеше рулар бар, білесіздер. Сол уақытта солар жаңағы кім қояды оны, кім қоюға лайықты деген сияқты араларында бір түсініспеушілік, дау туындаған кезде пайғамбарымызға жүгінген екен. Осыған әділ төрелігін айт деп. Сонда ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам о кезде әлі пайғамбар емес, сонда да бір шүберекті алып келіп, қара тасты қойдырып, барлық ру мүшелеріне, ру басшыларына сол неден жаңағы шүберектен бір-бір бұрышынан ұстатып, орнына апарып, өз қолымен қойған екен. Сонда барлығы не істеген? Наразы болып, пайғамбарымыздың осындай бір әділдігіне, пайғамбарымыздың осындай бір көрегендігіне ерекше ықылас ниеттерін білдірген екен, құрметті жамағат. Әрине, ол пайғамбарлық келмеген кезде Алла тағаланың тәрбиесінде болды, білесіздер. Одан кейін пайғамбарлық келгеннен кейін пайғамбарымыз ол тек қана Құрандағы бұйырылған, Алла тағаланың уахимен бұйырылған іс-әрекеттерді жасады. Дәл осы сияқты бізде қазақ даласынан шыққан билеріміз, білесіздер, хандарымыздың барлығы осы әділдікті ту етіп ұстанды. Мынау қазіргі уақытқа дейін айтамыз ғой, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің 7 жарғысы дейміз. Бұл қазақ даласында осы әділдікпен шешім қабылданған нелер еді? Заңдар. Осының барлығында осы Құранға, хадиске негізделген заңдар болатын, білесіздер. Абай атамызды баршамыз білеміз. Сол кісі өзінің өлең жолдарда, білесіздер, былай деп біздерге насихат айтқан: махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және де осы жол деп, әділетті деп, осы әділдікті ерекше атап өтіп кеткен екен. Яғни Алла тағаланың хақ жолын ұстанған адам, мұсылман адам, ол әділдікті не істеу керек екен? Бірінші орынға қою керек екен, құрметті жамағат. Одан кейін мұсылман адамның бойында болуы керек тағы да бір қасиет. Ол қандай қасиет? Бұл бауырмалдылық қасиет. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде білесіздер, мұсылмандардың барлығы ол бір дене сияқты деді. Бір дене сияқты. Яғни бір жеріміз науқастанып ауырып қалса, сол ауруды барлық дене сезінетін сияқты бір мұсылман не істесе, бір сынаққа тап болса, қиыншылыққа душар болса, басқа мұсылмандар да оған не істеу керек екен? Жәрдемге келу керек. Бір бауыр барлығы. Білесіздер, қазақ халқы әр нәрсеге бір атау қойған кезде, мысалы, бауыр деп бекер адамның денесіндегі ең адамға қажетті деген ең не ағза ол адамның бауыры. Дәл сол сияқты өзіне жақын тартып, сен менің бауырымсың деп, бір дінді ұстанатын, бір Аллаға иман келтірген, бір пайғамбардың үмметі ол әр уақытта не істеу керек екен? Бір-біріне бауырмашылдықта болу керек екен.
Алла Тағала Құран кәрімде бұл жайында былай деп біздерге ескертеді: астағфирулла, уазкуру ниъматаллахи, Алла Тағаланың нығметтерін естеріңізге салыңыздар дейді. Алейкум, яғни сендерге, біздерге беріп қойған нығметтерді естеріңізге салыңыздар, ұмытпаңыздар. Из кунтум аъдаан фааллафа байна кулубикум, бір-бірлеріңізге дұшпан едіңіздер. Яғни адам мұсылманшылықты қабылдамай тұрған кезде не істейді? Ол өзінің жаңағы бір анадан, бір әкеден туған бауыры болмаса, басқа адамдарды ол жанына жақын тартып бауыр көрмеуі мүмкін. Ал енді мұсылман болдым, иман келтіргеннен кейін не істейді? Ол бір анадан, бір әкеден тумаса да, бірге тумаса да, сен менің бауырымсың деп не істеу керек екен? Жақын тартып, арамызда сүйіспеншілік болу керек екен. Соны айтып отыр: сендер бір-бірлеріңе дұшпан сияқты едіңдер, дұшпан едіңдер. Алла Тағала сендердің жүректеріңде жаңа айтқандай бір Аллаға деген иман бергеннен кейін, хидаят бергеннен кейін сендер бір-бірлеріңе не істедіңдер? Жұмсақ бауырмашылық пайда болды дейді. Фааллафа байна кулубикум, жүректеріңді бір-бірлеріңе не істеп қойды? Жақындастырып қойды. Бір-бірлеріңе сүйіспеншілік беріп қойды араларында. Фасбахтум би ниъматихи ихванан, Алла Тағаланың нығметінің себебінен, Алланың қалауымен, Алла Тағаланың себебінен сендер не істеңдер? Бауыр болдыңдар деп отыр Алла Тағала. Сондықтан бұл үлкен нығмет Алла Тағаланың. Бұл бірінші әрине иман нығметі. Сол иман нығметінің нәтижесінде біз бір-бірімізге бауыр болып, бір-бірімізді не істеп отырмыз? Жақсы көріп отырмыз екен, құрметті жамағат. Сондықтан бұл мен мұсылманмын деп тұр, бір-бірімізге деген арамызда не болса, кек, ыза, бір көре алмаушылық, неше түрлі мұсылманға тән емес қасиеттері болса, ол не екен? Ол әрине әлі оның иманы кәміл емес. Әлі ол адамның жүрегінде дерттері бар, жүректің дерттері бар деген сөз екен, құрметті жамағат. Ғалымдарымыз осы бауырмалдықты, оның ішінде мұсылмандардың арасындағы бауырмалдықты ерекше атап өтеді. Ол мұсылмандардың арасында бауырмалдық, сүйіспеншілік болмаса, ол әрине әлі иманымыз кәміл емес, әлі проблема бар деген сөз. Әрі не істеуіміз керек екен? Иманымызды қайтадан тексеріп, қайтадан не істеуіміз керек екен? Дұрыстап иман келтіріп, иманымызды күшейтетін, иманымыздың қуатын арттыратын іс-әрекеттер жасауымыз керек екен, құрметті жамағат. Ынтымақ, бірлік жайында білесіздер, ата-бабаларымыз өте көп айтып кеткен. Ынтымақ елдің ырысы, байлық емес, бірлік байлық. Айтысқан ауыл болмас, болыспаған бауыр болмас деп біздің бабаларымыз біздерге насихаттарын айтып кетті, білесіздер. Сондықтан біз бір мұсылман, бір дене сияқты, немесе бір үлкен ғимарат сияқты деп пайғамбарымыз түсіндіріп кеткендей, яғни сол бір-бірімізді бүтіндеп, кемелдендіріп, толықтырып тұратындай бір-бірімізге бауырмалдығымыз жоғары дәрежеде болу керек, құрметті жамағат. Одан кейін әрине мұсылман адам адал еңбек дегенге өте көңіл бөлу керек. Адал еңбек, маңдай тер. Кейде жаңағы кейбір адамдар дұрыс түсінбей жатады. Мен Аллаға иман келтірдім, 5 уақыт намазым бар, бірақ маған не істемейді? Алла Тағала рызық несібе бермейді. Рызық несібені Алла Тағала кім еңбектенсе, кім адал еңбекпен, маңдай термен өзінің жаңа айтқандай уақытын, оны жаңағы өзінің терін төкпесе, оған ешкім бермейді Алла Тағала. Айттық қой, Алла Тағала әділ, бұл әділдік жақсы көреді. Алла Тағала Рахман деген өзінің сипатымен бүкіл жаратылыс иелеріне бірдей мәміле жасайды. Кім еңбек етеді? Ол кәпір ма, ол жаңа айтқандай мәжуси ма, ол еңбектенді ма, оған бәріне бірдей береді. Бірақ Алла Тағала мұсылмандарға ерекше мәміле жасайды, ол ақыретте ерекше өзінің мейірімін тек мұсылмандарға төгеді. Бірақ мұсылман адам еңбек құр болу керек екен. Жаңа жатып ішер, жалқау болмауымыз керек екен, құрметті жамағат. Ол мұсылманға тән қасиет емес екен, құрметті жамағат. Қожа Ахмет деген Яссауи бабамыз айтып кеткенде, арыңды сақта, болсаң да малға кедей дейді. Яғни арыңды сақта деген не сөз? Әрбір ырзық несібені адалынан тап. Арыңды сақта деген сөз, ешкімнің ақысын жеме, ешкімге өтірік айтып, алдап, мал таппа, дүние мүлікті алдап, харам жолмен таппа. Арыңды сақта, кедей болсаң да еш уақытта ешкімнің ала жібін
аттама деп отыр Ахмед Яссауи бабамыз. Қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала Бақара сүресінде яхсабухумул жахилу агния минат тааффуф. Яғни білмейтін біреу оларды ар намыстарын сақтағандықтардан бай деп ойлайды. Біздерді сипаттап жатыр мұсылмандарды. Мұсылман адам қанша кедей болса да, ол еш уақытта біреудің адал өтірік айтып, жаңағы ырзық несібені тек қана адалдан тапқан үшін сыртынан қарасаң, оны ешкімге алақан жаймайды. Ешкімге жаңа айтқандай не істемейді, масыл болмайды. Оны сырттан қарасаң, оны сен бай адам деп ойлайсың дейді мұсылман адамды. Алла Тағала сипаттап жатыр. Оларды бейнесінен ақ танисың. Олар адамдарға жармасып сұрамайды дейді. Яғни бір үзім нан болсын, бір жұтым су болсын, оны адалынан табуға, ешкімге масыл болмауға, қолынан келсе жаңа айтқандай не істемеуге, ешкімге кіріптар болып бір нәрсе жәрдем сұрамайды олар дейді. Оларды сыртынан Алланың өзі сипаттап, оларды сырттан қарасаң не істейді дейді? Бай адам сияқты, бай адам екен деп ойлайсың дейді олар дейді. Яғни бір сөзбен қорытындылайтын болсақ, құрметті жамағат, мұсылман адам білесіздер, барлық жақсылықты, ізгі қасиеттерді бойына жинаған адам болу керек. Жаманшылықтан еш уақытта не істемеу керек? Жаманшылыққа еш уақытта жоламау керек. Әр түрлі арсыздықтан, жаманшылықтан, бізге дүние және ақыретімізге пайда бермейтін істерден аулақ болуымыз керек. Бос уақытымызды не істеуіміз керек? Тиімді пайдалануымыз керек. Отбасында бала шағамызға дұрыс тәрбие беруіміз керек. Бала шағамызға алладан ырзығын әкеп беруіміз керек. Құлшылық жасаған кезде шынайы ықыласпен. Алла Тағала ертең, ойлаңыз, Алланың алдына барып тұрсыз ертең есеп күні. Қаншама сіздің жасаған құлшылықтарыңыз келіп тұр жиналып. Ойлаңыз, бір конверт тұр сыртында намаз деп, біреусінде зекет деп, біреуінде жаңа басқа да құлшылықтар, бірақ ішін ашсаңыз бос болса, намаз, бірақ сыртынан қарасаңыз намаз оқып тұрған адам, ішін ашсаңыз ол бос. Не үшін бос? Ықылас, хұшу, шынайы Алла разылығы үшін деп оқымағаннан кейін оның ішіне не болады? Бос болады. Алла Тағала осыны ескертіп жатыр. Намаз оқығандар деп айтып жатқан жоқ. Фи салатихим хашиун, намаздарында шынайы ықылас, хұшуғымен тұрғандар деп жатыр. Сондықтан құрметті жамағат, әрбір амалдарымызды шынайы ықылас ниетпен жасауға әрекет жасайық. Мұсылман деген атымызға затымыз, іс-әрекеттеріміз сай өмір сүруге әрекет жасайық. Дінімізге кір келтірмеуге иншалла әрекет жасайық, құрметті жамағат. Еш уақытта дұшпандарға не бермейік, мүмкіндік беріп қоймайық. Дінімізді жамандауға, немесе мұсылмандарды, бауырларымызды жамандап сыртынан сөйлеуге біз соған себепші болуға еш уақытта мүмкіндік бермейік. Әр уақытта иншалла Алла Тағаланың біздерді қаншама аяттарда мұсылмандарды мақтап отыр. Осындай болыңыздар. Сондықтан сол Алланың мақтап кеткен мұсылмандардың қатарында болуға Алла Тағала нәсіп етсін баршамызға.